Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің есімім Әйгерім Батырхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жалпы саңырауқұлақты қалай дайындауға болады және де одан қандай тамақтар жасауға болады, сол жайында айтып беремін. Міне саңырауқұлақты тергеннен кейін немесе сатып алғаннан кейін тазалап тұрып жуу керек. 2-3 қайта немесе 4-5 қайта тап-таза қылып тұрып жуу керек. Одан кейін оған кішкене біраз су құйып қайнату керек. 20-25-30 минуттай. Біреулер айтады 1 сағат дейді, біреулер 10 минут дейді. Жалпы ешкімге де емес 25-30 минут қайнатсақ дұрыс болады деп ойлаймын. Жалпы өз басым 20 минуттай қайнатамын. Міне саңырауқұлаққа су құйып, астына от жақтым. Қазір 20 минуттай қайнатып аламын. Бері кішкене жауып қояйық. Міне асылған саңырауқұлақтардан енді тамақ жасаймын. Бірінші одан суп жасаймын, екінші оны саңырауқұлақты картоппен қуырамын. Қазір көресіздер. Міне саңырауқұлақтан суп жасап жатырмын. Ол үшін бірінші тауықтың етін және пиязды, міне саңырауқұлақты қуырып жатырмын. Одан кейін осының үстіне су құйып, картошкаларды үлкен-үлкен қылып тураймын. Бұл осымен суп дайын деген сөз. Қазір көресіздер қалған. Міне мен мындай кішкентай ғана роза отырғызғанмын. Қазір әдемі болып өсіп гүлдеп жатыр. Одан кейін міне хоста. Хостада өте бір қызық оқиға болды. Жалпы былтыр отырғызғанмын бұл хостаны, бірақ ол хоста күнге шыдамады ма, жоқ әлде суыққа шыдамады ма қыстың. Бәрі мүлдем жаңағындай қурап кетті. Одан кейін енді хоста болмайды ғой, бұл жерде хоста бекер отырғыздым ғой деп роза отырғызғам. Сөйтсем, биыл көктемде міне көрдіңіздер ме? Жаңағы тамыры қалған ғой, сол тамырынан қайтадан бүйтіп ақырындап өсіп келе жатыр. Сөйтіп өсімнен бәрі сол тамырдан өсіп шыққандар. Реверсте роза мен хоста бірге өсіп тұр. Білмеймін енді қалай болатынын. Мына гүлде маған өзіме қатты ұнайды. Бұл да бір кішкентай ғана гүл болатын, сыйлыққа берілген. Сол хостан алған апа маған осыны сыйлыққа бере салған. Міне қараңыздар, 1 жылдың ішінде қандай керемет гүл болып өсіп кетті, көп болып. Плетистая розаларым. Вьющаяся роза дейді, плетистая роза дейді. Қоршаудың қасына отырғызған болатынмын. Енді оның астына міне хоста отырғызған едім былтыр. Шығып келе жатыр ақырындап. Міне көрсетейін бе? Міне қараңыздар, ақырындап тамырынан шығып келе жатыр хоста. Міне сіздер бірінші болып көресіздер, жалпы қараңыздар қандай әдемі. Видите, какая красота. Купили декоративные кирпичи. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот он. Вот так вот он выглядит. Это красный кирпич получается. Из гипса. А вот это вот белый кирпич. Из белого кирпича я хочу сделать фартук. Посмотрим, как она будет выглядеть, конечно. Вот. Получается, этот фартук я хочу сделать из белого кирпича. Честно, не знаю, как получится, но мне очень сильно этого хочется. Кирпич мы сделали для того, чтобы вот эту вот стену сделать вот так вот, получается. Вот он. Такой вот красный кирпич. Конечно, не совсем сильно похож, как на картинке, но я специально взяла вот такой вариант, потому что мне кажется, если сильно делать как под старье, получится не очень-то так красиво. На гипсовый плитканы қабырғаға жапсыру үшін супермастика деген клейді алдым.
ол акриловый, для напольных покрытий кафеля дейді. 3,5 килограммдық. 3,5 килограммдық жаңағы 1 килограммы 6 квадратқа жетеді екен. Демек, маған бұл жетеді. Және де 1 бөлік мастикамен 2 бөлік суды араластырасыздар. Міне жазылған, гипсқа да, жаңа қыш плиталарына да жарайды деп. Міне біз велосипедпен қыдырып жүрміз, қыдырып сүт алуға келдік өзіміздің сүйікті шаруа қожалығымызға. Бірден 12 литр алып кетіп бара жатырмыз велосипедпен. 1-2 шақырымдық жер үйімізден, сондықтан да тез жетеміз деген ойдамын. Шынымды айтсам, қиын екен. Көптен бері велосипедке отырмаған. Білмеймін, енді күнде өстіп отырып көру керек. Шынымен де біраз кішкене арықтау керек, спортпен шұғылдану керек. Вот мы гуляем. Смотрите, какая красота. Бұл біздің тұратын жеріміз. Ден кішкене 1-2 километр жер. Қараңыздар, мына жақта міне поле. Бұл жақтағының бәрі жаңағы егін егеді. Жоңышқа егеді, бидай егеді. Ал мына жақта міне қараңыздар тау. Тау тура қасымызда. Және де міне мына бак. Бұл бақты кезінде Қонаев атамыз салып кеткен. Бұл бактың ұзындығы сонау Есік қаласынан барахолканың маңына дейін жетеді. Өте ұзын, қараңыздар, бұның бәрі жаңағы таудың суын. Міне көрдіңіздер ме? Таудың суы осы жерге келіп жиналсын деген мақсатпен жасалған. Мысалы, жаңағы таудың суы мына қаланы, мына тұрғындарды бәрін жаңағы шайып кетпей, осы жерге келіп жиналып, одан кейін мына жаңағы егістіктерді суарсын деген мақсатпен жасалған. Көрдіңіздер ме, қандай керемет. Қонаев атамыз өте ақылды, данышпан жан болған. Міне осы бактың бойымен біз үнемі велосипедпен, және де жаяу, және де жүгіреміз анда-санда. Өте керемет, тыныш, табиғаты өте сұлу, көркем жер. Шынымен де көркем жер. Сіздерге бір шындықты айтатын болсам, өзімнің негізгі рабочий салмағым 55-53 келі. Ал мен қазір біраз салмақ қосып алдым, 60 келіге дейін. Сондықтан да сол салмақты тастау үшін, арықтау үшін, жазға өзімді жаңағы формаға келтіру үшін, осылай міне велосипедпен біраз серуендейік деп шештік жолдасым екеуміз. Білмеймін, бірақ бұл қанша уақытқа созылатыны, бір аптадан кейін қойып кетеміз бе, жоқ әлде аптасына 2-3 рет өстіп шығып тұрамыз ба. Себебі көрдіңіздер, ол қандай керемет, табиғат керемет. Және далада күн жылы, неге шықпасқа? Әрине қыста сылтау көп, қар дейсің, суық дейсің, ал жазда енді әрине біраз өстіп арықтауға болады. Үйде пресске 1-2 жаттығу жасаймын, себебі әрине бірден салмақ жинаған кезде, салмақ қосқан кезде ішке жиналады ғой, сондықтан да пресске 1-2 жаттығу жасаймын. Және осылай велосипедпен аптасына 2-3 рет жүрейік деп шештік, 1-2 шақырым. Сол мен ақ арықтауға болады деп ойлаймын. Аса бір өзіме күш түсіргім келмейді. Дегенмен де көре жатармыз. Өзімнің арғарайда жаңағы салмақ тастасам, арғарайда арықтап жатсам, сіздерге өзімнің пікірімді, ойымды айта жатармын. Бұл блогым, бұл шығарылымым өзімнің жаңағы үйдің тіршілігі, және де тамақ жасау, және де осы үйдегі бос уақытыңды қалай өткізесің деген тақырыпқа жауап болды. Міне велосипедпен жүреміз, біраз тауға шығамыз, тауда жаңағы саңырау құлақтар тереміз, және де үйде тамақ жасаймын, үйдің тіршілігі бар, үйді жинайсың дегенде солай өтеді уақытымыз. Сондықтан да осы шығарылымды көрген адамдарға үлкен-үлкен рахмет, комментарий жазыңыздар, мені қараңыздар, көріңіздер. Шынымды айтсам, бәрі сіздер үшін. Қызық болса да, қызық болмаса да, қараңыздар, комментарий жазыңыздар, бәлкім ары қарай да болашақта өзгеруге тырысамыз. Сау болыңыздар.